Мұқағали Мақатаевтың Зейнолла Шүкіровке жазған хаттары. Мұқағали хаттары ақынның жан дүниесінің айнасы тәрізді ой толғауларының арнасы. Я ол халыққа ашылады, шығармашылықтағы достарға ашылады, жанын, жүрегін айқара ашқан ақын. Бірақ кез келген адам тереңіне бойлай алмайтын ақын. Дегенмен ақын өзінің ой сезімін, пайымын сеніп айта алатын адал, шығармашылықта да талантты жандар бар болған. Сондай ерекше жандардың бірі 2 кластық қана білім алып, ары қарай өз бетінше оқыған. 45 жыл төсек тартып жатса да, бойындағы Құдай берген қабілетті пайдаланып, шығармашылығын ұштаған ақын жазушы Зейнолла Шүкіров болатын. Зейнолла Шүкіров туралы естеліктерді жинақтаған інісі Алпысбай Шүкіровтің «Бір жұлдыз болып жанаммен» деген кітабына Мұқағалидың Зейнолла ағаға жазған хаттары енген. Сол хаттар былайша өріледі. Зейнолла, бүгін бір жұмыспен отырып едім. Ол жұмыс мені қызықтырған, сұмдық қызықтырған. Ең қызық жеріне келгенде үйге тоқаш келді. Үй ішім, әсіресе әйелім суық қарсы алды оны. Тоқаштың біздің үйге істеген тентектігі жоқ, сірә ол туралы сасық қауесетті сырттан естиді ғой деймін. Бірақ Тоқаш біздің үйдің байырғы қонағы. Мен мұны 1948 жылдан білемін. Оны суық қарсы алды. Үй ішім менің жұмыс дегенімді жақсы көреді, біледі нанның немен табылатынын. Ол шаршап келді. Жатқыздым да жұмысымды жалғайын деп ем, зауқым шаппады. Сен ойыма орала бердің. Тоқаш томпиып ұйықтап жатыр. Мен оған қарап отырып, адамға адам неге сенбейді? Сенімсіздік, сезімтал адамдарға деген ең басты алкоголь деп түйдім. Зекен, мен сенімен ашылып пікірлесе алмадым. Себебі баяғы сенімсіздік. Жаратқан ием ай, ашылып пікірлесуде рахат екен ғой. Екінші себеп, прозаларыңды әлі оқымап едім, өтірік көлгірсуге арым шыдамады. Ал өлеңге деген өзіңнің пікірің әлгіндей болғаннан кейін, тағы да аузымды жұмдым. Айтқаныңа да, былтырлар қазақ әдебиетінде жарияланған мақалаңа да ұйыдым. Сол үшін жым болдым. Ауылдарыңда көсіле жаттым, көпіре сөйлей алмадым. Оған әлі өкініштімін. Өзіңмен пікірлесер көп жайттер бары анық. Алдымен ауыртатын айналайын әдебиетіміздің тағдыры, әсіресе поэзияның. Қазіргі біздің поэзия бәйгедегі тайдың жарысына ұқсайды. Әркім жал құйрығын күзеп, бір тайын даярлап отырған сияқты. Демек, озсын, озбасын, соны сөреге әкелуді көздейді ғой даяшылар. Поэзияға ашық күні көтерілген құйындай үрейлендіре келгендеріміз жоқтың қасы. Балаңды, ботаңды баулуға, бөлтірігіңді ауыздандыруға болар, бірақ ақынды ноқталап бәйгеге қосуға кім ерік бергеніне таң қаласың. Бұл кінә бізден емес. Екінші, қазіргі біздің қаламдастарымыз ақыны болсын, жазушысы болсын, еліктеу дегеннің не екенін білмейміз. Вознесенский дегенді мүмкін 2964 жылы түсінермін, әзірге жоқ. Мен өлеңдегі әннен гөрі үнді жақсы көремін. Біз қарлығаштың ұшқанын, сайрағанын байқаймыз. Оны тірі адамдардың барлығы да сезінеді ғой. Байқаймызда, я қарлығаштың өзі болып, өз қанатымен ұшып, өз үнімен сайрасақ қайтер еді? Әлгі білім Павловтың шүтиесі, исшілдігі осында керек ақ. Ол әрине өлеңін ұйқастыруды емес, еңбектенуді керек етеді. Сондықтан қашамыз одан. Біздегі тағы бір ауру, әлеуметтік қоғамдық тақырыптарға барғанда
алдымызда тұрған шың жартасқа өрмелеп шығудан гөрі айналып өтуге тырысамыз. Оның күнгей жағынан төбесіне шығып аламыз да көкірек қағып уралаймыз. Ал оған шығу үшін қарманғанымызда жол жөнекей қиыншылықтар бізге бармағын шығарып қала береді. Менің түйімдеуімше, біз табиғатты, махаббатты жырлауға машықтанып алдық. Ал тіршілікше, адамдардың күнделікті күйбеңіші, көңіл күйіші, есі дұрыс пенденің дүниеге көзқарас пайымдаушы. Бұл жерде блокқа бас ию керек. Проза туралы не айтамыз? Сын туралы ма? Сын жоқ, дау бар. Драма әлі бүршігінде жарған жоқ. Зұлқарнайдың тағдыры ойландырады. Не деген жарқын жүрек жақсы жан. Бірақ асау, өзіне өз ауыздық салмаса, ақыры не болады білмеймін. Ондай оймен, ондай жүрекпен үндемей кетсе, ит екен. Айып етпе, ойымнан адасып қалдым. Көп айтарым бар еді. Үй ішіңе, анама мың сәлем. Ойы бірге жаны таза азаматтарға дұғай сәлем. Сырласып тұрсаңшы. Мұқағали, 15 март 1964 жыл. Зейнолла, тірлігіңе тілектеспін. Мәңгілік өмір сүрмесең басыңды кесіп берейін. Жібергеніңнің барлығын сол қалпында ұсындым, бара жатыр. Жаңалық айтып хат жаз, мұнда да жоқ, бәрі баяғыдай. Мұқағали. Тағдырлардың тағдыры. Зейнолла Шүкіровке. Буырқанған теңіздей жатыр екен ашынып, қайғы емес қаталдық қабақта тұрасылып, тағдыр дейтін баяғы жалаң аяқ мыстанның жалынады кет алмай, аяғына басырып. Тағдыр дейтін сүмелек шыр айналып кетпейді, ол қабағын шытынса есік жаққа беттейді. Табанында тағдырға ызғарменен қарайды, қарайды да аяйды, аяйды да теппейді. Дәл төріне қондырып өмір дейтін жолдасын, екі ора қақ бөлді байлық бақыт олжасын. Қарамайды қайтсын ол, оңай оспақ тағдырды, тағдырлардың тағдыры өзі тағдыр болғасын. Буырқанған теңіздей жатыр екен ашынып, атылады аспанға ақ көбігі шашылып, қателігін кешікқан тағдыр дейтін қайыршы, жүгіріп жүр жағада, сауға сұрап, басырып. Мұқағали Мағатаев.